Сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Менің есімім Нұрбақыт. Бізде сізбен бар болғаны 5 минут уақыт бар, сондықтан бірден іске көшсек. Ең алдымен бала саны деп аталатын қалыптан бастаймыз. Ол үшін аяғыңыздағы саусақтарды бірге қосып, тізелеріңізді алшақтатасыз да, сол жаққа қарай қолдарыңызбен созылыңыз. Осы қалыпта терең 3 рет тыныс алыңыз. Денеңіздегі барлық бұлшық еттердің, әсіресе арқа бұлшық еттерінің созылуын сезініңіз. Ал енді қолдарыңыздың көмегімен оң жаққа қарай беттеңізде, оң жақ бөлік денеңіздегі бұлшық еттердің барлығын созыңыз. Мұрынмен тыныс алуды ұмытпаңыз. Тынысыңызбен барлық қысымды шығарып тастаңыз. Ал енді үстел қалпына оралсақ, түрегеп тұрасыз. Абайлап, асықпай. Енді оң аяқ тізеңізді екі қолдың ортасына қарай беттеп, қолыңызды төбеге қарай көтересіз. Ішіңізді тартып сипап қойыңыз. Бөксеңіздің жерге тартылыс күшінің әсерінен төмен қарай бағытталуын, ал қолыңыздың керісінше жоғары қарай созылуын сезініңіз. Тыныс алыңыз. Ал енді біз Арадханаманасана жартылай бөліну қалпына оралсақ, басыңызды тізеге қарай беттеңіз, мойныңызды бос ұстаңыз. Енді кішкене қолдарыңызбен артқы аяқтың саусағына түрегеп тұрып, жүгіруші қалпына келеміз. Алға, артқа тербеліп қойыңыз. Ал енді келесі кезекте кішкене түрегеліп тұрып, Анджанейасана қалпына келеміз. Тағы да мойныңызды, басыңызды тізенің бөлігіне қарай беттеңіз. Мойныңызды неғұрлым бос ұстасаңыз, соғұрлым сізге жақсы болады. Ал енді Адо Мука Шанасана, ит, тұмсығы төмен қараған ит қалпынан, бөпе кобрадан үлкен кобраға қарай өтіп, оңға, солға денеңізді бұрып қойыңыз. Іш бұлшық еттерін тартыңыз. Үстел қалпына ораламыз. Келесі сол аяқтың тізесін екі қолдың ортасынан өткізіп, қолды бірден жоғары қарай көтеріңіз. Ішіңізді ішке тартыңыз. Бөксенің төмен қарай бағытталуын сезініңіз. Мұрныңызбен тыныс алуды ұмытпағайсыз. Арадханаманасана жартылай бөліну. Басыңызды тізеге қарай беттеңіз, мойныңызды еркін тағы да ұстаңыз. Тыныс алыңыз. Келесі Анджанейасана. Бүгу қалыпы. Тізеңізге тағы да мойныңызды беттеп, мойныңызды бос ұстаңыз. Енді аяқты қалпына оралтсаңыз болады. Тізелеріңізді бүгіп қойыңыз, тұмсығы төмен қараған итпен бірге. Тура осы сәтте оң аяқтың тізесін бүгіп, жоғары қарай аспанға беттеңіз. Келесі аяққа көшеміз. Сол тізені бүгіп, сол тізенің аяқты аспанға қарай бағыттаңыз. Неғұрлым бөксеңізді ашуға тырысыңыз. Аяқты орнына келтіреміз. Тұмсығы төмен қараған иттен үстел қалпына оралып, енді бөксеңізді өкшелердің үстіне қойып, қолдарыңызды артқа қарай бағыттап құлып жасаңыз. Енді тура осы жерде қоян қалпына көшеміз. Басымызды жерге қоямыз да, иықтарымызды құлақтардан неғұрлым алшақ орналастырып, соғұрлым рахат сезінеміз.
бүкіл жауырыныңызды ашып созылуын сезініңіз. Тыныс алумен бірге енді йогамызды аяқтасақ, өзіңізге ыңғайлы орынға қарай ығысып, жақсылап отырып алыңыз. Менің балдырғанымда йога жасағанда осылай үстіме мініп қояды. Не бар осы 5 минуттың ішінде бүкіл дене бұлшық еттеріңіз сізге үлкен алғыс білдіруін сезініңіз. Мен де сізге бізбен бірге йога жасағаныңызға алғыс білдіремін. Намасте. Келесі кезекте кездескенше сау саламатта болыңыз. Сау.